ел басшылығы жоғарғы сот кеңесінің алдына судьялар корпусын жаңарту және сот жүйесіне жоғарғы білікті мамандарды тарту міндетін қойды. Осы тапсырманы іске асыру үшін ағымдағы жылдың 28 қыркүйегі мен 27 қазан аралығында кеңес мүшелері еліміздің заң және судьялық қоғамдастықтарының өкілдерімен көшпелі кездесулер өткізді. Іс-шаралар облыстық және оларға теңестірілген соттар базасында өтті. Кеңес мүшелері барлығы 19 қалада кездесулер өткізді. Оған 1000-ға жуық адам қатысты. Олардың ішінде судья лауазымына біліктілік емтихан тапсырғысы келетін кандидаттар, судья лауазымына конкурсқа қатысуға ниет білдірген адам, сондай-ақ жоғары тұрған және басшы судьялық лауазымдарға кадр резервінде болғысы келетін қазіргі судьялар, сот төрағалары бар. Аталған іс-шаралар барысында қатысушыларға біліктілік емтиханына конкурстық іріктеуден өтуге және судьяларды мансаптық ілгерілетуге қатысты ақпарат ұсынылды. Кездесуді бастау кезінде кеңес мүшелері қатысушылардың назарына атқарылған жұмыстар мен жоспарланған бастамалар туралы қысқаша ақпарат берді. Сондай-ақ судьяларды іріктеу сапасын жақсарту және сот корпусын жаңарту бойынша заңнамалық өзгерістер туралы айтты. Сонымен қазіргі уақытта біліктілік емтиханын өту тәртібі оңтайландырылды және жетілдірілді. Бұл емтиханды тұтастайда оның жекелеген кезеңдерінде жедел жүргізуге мүмкіндік берді. Сонымен қатар емтиханға қатаң талаптарды сақтай отырып, емтихан тапсыруға жіберілген және оны сәтті тапсырған адамдардың санын едәуір арттыруға мүмкіндік берді. Атап айтқанда, үміткерлерді арнайы тексеру енді оның алдынан емес, емтиханнан өтумен қатар жүргізіледі. Бұрын психологиялық тестілеу емтиханның бірінші кезеңі болған. Енді психотестке компьютерлік тестілеуден сәтті өткен және өздерінің теориялық білімдерін дәлелдеген адамдар ғана жіберіледі. Емтихан кезеңдерінің бірінен өтпеген үміткерлер енді қайта тапсыру кезінде бұрын сәтті өткен кезеңдерді қайта тапсыру қажет емес. Тек өтпеген кезеңнен өтуді жалғастыруға құқылы. Емтиханның кейбір кезеңдерін қайта тапсыру мерзімі 6 айдан 3 айға дейін қысқартылды. Өтіліне қарамастан барлық үміткерлер үшін тестілеу бағдарламасы біріздендірілген. Кейстер шешу кезінде нормативтік құқықтық актілерді пайдалану мүмкіндігі көзделген. Біліктілік емтихан қатысу үшін ұсынылатын құжаттардың саны 2 есе қысқартылды. Заңнамасын білуге арналған тестілеу мәнінің шекті балы 80-нен 75-ке дейін төмендетілді. Сонымен қатар, біліктілік емтиханы неғұрлым ашық болып, оның кейбір кезеңдерін бейне жазбаса, атап айтқанда, компьютерлік тестілеу, кейстік тапсырмаларды шешу, эссе жазу енді кеңестің сайтында жарияланады. Сот жүйесіне білікті және кәсіби кадрларды тарту мақсатында кандидаттардың жоғарғы сот кеңесінің ұсынымын алғаннан кейін тағылымдамадан өту құқығы бекітілді. Бұған дейін соттарда біліктілік емтихан сәтті тапсырған кандидаттар тағылымдамадан өткен, ал тағылымдамадан өткеннен кейін кандидаттар судьялық лауазымдарға конкурстық іріктеуге қатысуға жіберілген. Бұл ретте тағылымдама негізгі жұмыс орнын қол үзіп жүзеге асырылады. Бұл оны өтуден бас тартудың себептерінің бірі болды. Өйткені кандидат судья болып тағайындау туралы ұсыныс алуға ешқандай кепілдік болмай, жұмыссыз қалу қаупін туғызды. Енді үміткерлері кеңестің тиісті ұсынымын алғаннан кейін тағылымдамадан өту құқығы беріледі. Бұл кандидаттардың ыңғайлылығы және олардың конкурстық іріктеу кезеңдерінен неғұрлым жедел өтуі, сондай-ақ сот жүйесіне жаңа жоғары білікті кадрларды тарту үшін жасалды. Жаңа кадрларды тартуға бағытталған тағы бір жаңашылдық судьялыққа кандидаттар үшін соттың жалпы отырысының қорытындысын алу қажеттілігін болдырмау болып табылады. Бұндай талап тек қолданыстағы және бұрынғы судьялар үшін ғана сақталады. Бұл ретте қорытынды жұмыс орны бойынша облыстық соттан ғана алу қажет. Барлық аталған жаңашылдықтар қазіргі уақытта қолданыста. Бұдан басқа, мемлекет басшысының сот жүйесінде жаңа мамандарды тарту жөніндегі тапсырмаларын іске асыру үшін сот жүйесіне жедел кіру мүмкіндігін көздейтін заңнамалық түзетулер қабылданды. Мұндай мамандар үшін оңтайландырылған біліктілік емтиханы және арнайы іріктеу тәртібі өткізіледі. Сондай-ақ, кеңес мүшелері ағымдағы жылы судья кадрларын іріктеудің ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында конкурстық рәсімдерді онлайн трансляциялау, сондай-ақ олардың қорытындылары бойынша егжей-тегжейлі және дәлелді түсініктемелер жариялау енгізілгенін атап өтті. Бос жұмыс орындарын ашу және оны толтыру арасындағы уақытты қысқарту үшін конкурсты өткізу тәртібі оңтайландырылды.
Енді конкурсқа қатысатын үміткерлер конкурс жарияланғаннан кейін пайда болған аудандық соттардағы бос орындарға үміткер бола алады. Бұл тәсіл аудандық соттар судьялардың бос жұмыс орындарының тізіміне конкурс жарияланған кезде бос болған бастапқы лауазымдарды ғана емес, сонымен қатар қорытындылау сәтінде қолжетімді барлық бос орындарды, яғни бос орын пайда болған сәттен бастап және оны қабылданғанға дейін айтарлықтай аз мерзім өтуге мүмкіндік береді. Кездесу барысында пікір алмасылды. Кездесуге қатысушылар сот жүйесінің кадр саясатын жетілдіру бойынша ұсыныстарды жан-жақты талқылады және өздерінің қызықтырған сұрақтарын қойды. Оларға толық жауаптар берілді. Қатысушылар компьютерлік тестілеуге, эссе жазуға және кейс мәселелерін шешуге қойылатын негізгі талаптарға, сондай-ақ сұхбат алу кезеңде қызығушылық танытты. Іс-шара соңында кеңес мүшелері азаматтардың жеке қабылдауларын өткізді.